Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз математика пәнінен 730-шы есепті шығаратын боламыз. Біріншісін қарайық, 10,000-7777. 0,10,000-7777 болады. Енді келесі 10,913 тең 0,10,913. Біздің мына санымыз мына осы санмен бірдей болу керек, яғни 5 сан болу керек. Сонда мына жерге 0-ды қоюымыз керек біз. 8,3-ті ондық бөлшек түрінде жазсақ, 8,3. Бұл жерде 2 0 саламыз, мынаумен бірдей қылып. Мына жерде де 4 сан, мына жерде де 4 сан. 5,17. Сонда 5,17 болады. Мына жерге 1 0 саламыз, тең болу үшін. 9,10,7. 9,10,7. Мына жерге 3 0 саламыз, тең болу үшін. Енді 6,10,8 тең 6,10,8. 3 0 саламыз. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.